Ара патшайымы. Ертеде екі ханзада өмір сүріпті. Олар еркін және тыныш өмір сүріпті. Олардың өз үйіне қайтқысы келмеді. Олардың үшінші інісі бар еді. Кіші ханзада оны ақылсыз ұл деп атайтын. Ұзақ іздеуден кейін ол ақыры екі үлкен ағасын тапқан еді. Үлкен ағасы оған күліп: "Сен бізді іздедің бе? Сенде ми жоқ қой. Және сен үйге қайта алмайсың." Содан кейін олар бірге жүрді. Олар құмырсқа ұясын көрді. Құмырсқалардың қалай жүгіріп, жұмыртқаларын тасып жатқанын көру үшін үлкен ағасы құмырсқа үйлеуін қопарды. Ақымақ інісі: "Олар тыныш өмір сүрсін. Бізге оларды мазалаудың қажеті жоқ." Олар жолдарын жалғастырып, көлдің жағасына жетті. Көлде көптеген үйректер жүзіп жүрді. Үлкен ағалары бірнешеуін ұстап жегісі келді. Бірақ оларды ақылсыз інісі тоқтатты. Содан кейін олар ағаштағы ара ұясын көрді. Үлкен ағалары ағашты өртеп, араларды қуып шығарып, балын алғысы келді. Бірақ оларды тағы да ақылсыз інісі тоқтатты. Ақырында үш ағайынды сарайға жетті. Қоршаумен аттар тастан жасалған болды. Және ешкім болмады. Олар сарайдың ішін аралап өтті. Бірақ ешкімді таппады. Соңғы есікте үш құлып болды. Ал есікте кішкентай терезе болды. Терезе арқылы олар үстелдің жанында отырған ергежейліні көрді. Олар есікті үш рет қаққаннан кейін ергежейлі есікті ашты. Бірақ ол ештеңе демеді. Ол оларды асханаға алып барып, ол жерде тәтті тағамдар мен сусындар бар еді. Үш ағайынды тамақ жеп ішті. Ақ шашты ергежейлі олардың жанында тұрған еді. Бірақ бірде-бір сөз. Кешке ергежейлі оларды демалу үшін әртүрлі жататын бөлмелерге алып барды. Келесі күні ергежейлі үлкен ағасының бөлмесіне барды. Ол қолынан тартып, оны ескерткіш маңына барды. Ескерткіштегі жазбада сарайды құтқару үшін үш нәрсе жасау керек. Бірінші тапсырма: 1000 маржанды табу. Оларды ханшайым мүк астына жасырып қойған. Олар бір күнде табылуы керек. Егер біреуі де табылмаса, адам тасқа айналады. Үлкен ағасы күні бойы іздеді. Бірақ тек 100 маржан тапты. Солай ол тасқа айналды. Келесі күні екінші ханзада іздеуге шықты. Бірақ тек 200 маржан тапты. Күн батқанда ол да тасқа айналды. Патшаның ақылсыз ұлы іздеуге кірісті. Барлық жерде мүк бар еді, және барлық маржандарды табу мүмкін емес еді. Ол Құдайдан көмек сұрады. Өйткені ол да ағалары сияқты тасқа айналғысы келмеді. Құдай құмырсқа патшасын және бұрын құтқарған 5000 құмырсқаны жіберді. Олар ұзақ уақыт бойы іздеп, 1000 маржанды іздеп тапты. Және оларды ақылсыз ұлдың алдына жинады. Екінші тапсырма: ханшайымның көлде жоғалтқан кілтін табу еді. Ақылсыз ұл көлдің жағасына келгенде, ол құтқарған үйректер суға сүңгіп, кілтті балшықтан алып шықты. Үшінші тапсырма ең қиыны болды. Ол ұйықтап жатқан үш ханшайымның ішінен ең жасын және нәзігін табу керек болды. Мұның ең қиын жері: олардың барлығы бірдей көрінді. Бір ғана айырмашылығы: олар ұйықтар алдында әртүрлі тәттілер жейтін. Бір ханшайым қанттың бір кесегін жесе,
екінші ханшайым шырын ішетін. Ал үшінші ханшайым бір қасық бал жейтін еді. Ақылсыз ханзада бұл тапсырманы орындау мүмкін емес деп ойлады. Бірақ ара патшайымы сол жерге ұшып келіп, үш ханшайымды тексерді. Ол бал жейтін ханшайымның ерніне қонды. Ханшайымның ерніне солай ақылсыз ханзада оның іздеген қызы екенін білді. Үш тапсырма орындалды. Сарай сиқырдан босатылып, барлығы ұйқыдан оянды. Аттар мен қоршау тастан босатылып, және екі үлкен ағасы өздерінің бастапқы түріне қайта оралды. Ақымақ ханзада мен ең жас және нәзік ханшайым үйленіп, әкесінің өлімінен кейін ақылсыз ұл патша болды.